Ассаламуалейкум достар, сіздермен бірге қазір рулер арнасы. Алдыңғы видеода көргендеріңіздей мен сіздерге жаңа пиратский набор, злой хоккеистен кейінгі набор, яғни келесіден келесі елетіне пропуск туралы әңгімелейтін боламын. Ода қандай заттар, қандай халявалар бар екенін сіздерге көрсетемін достар. Міне уже видео кетіп жатыр достар. Ең бірінші бізге осындай әдемі свитер берілетін болады. Енді бұны ешқайсы тағай бермейді. Одан кейін бізге не беріп отыр? 5 жетонға бізге әдемі фон мен бір оружие джекпотқа купон беретін болады. Міне бізге уже толығырақ көрсетуде. Артында 8 аяқтың мынау кеуделерін ашып конкретно Free Fire что-то не то. Міне мынау кемелердің соғысып жатқан фоны. Бұны аватар емес, аватар фон дейді, әдемі фон. Одан кейін бізге М60-ға скин берілетін болады. Өз М60-ға көбіне скин беріледі. Көп пропускта М60 бар. Бұл енді жай скин, бірақ тамаша. Міне өте керемет парашютке скин достар. Кәдімгідей кеменің жан-жағында толқындармен күнге кетіп бара жатқан әдемі бейнесі. Одан кейін міне капитанның рөлі, кеменің рөлі бейнеленген фон тағы да. Міне одан кейін скелет пират белгіленген фон. Бұл аватарка, өте керемет достар. Одан кейін бізге 50 жетонда бірінші главный наборды береді. Әрине ол қыз. Өте керемет қыздың наборы, өте экшені, дизайны. Алқасын көріп тұрғандарыңыз, алқасы жанып тұр, өте керемет. Прическасымен бір көзі жоқ, артында плашы бар. Кәдімгі қыз капитан достар. Өте топ. Бетіңде татуировкасы бар, как положено. Енді бір мықты набор, қыз набор. Маған өте қатты ұнады. Одан кейін тағы да бізге не беріледі? 60 жетонға жеткенде бір алмазды купон беріледі. Мен әр көп біте алмай жатыр достар. Өте керемет, кәдімгідей топ. Қыздықы маған ұнады. Сіздерге ұнаса комментарийға плюс, ұнамаса минус деп жазып қалдырыңыздар. Мен оны әрине оқимын және бірге талқылайтын боламыз. Бұл злой хоккеистен кейінгі набор. Одан кейін бізге не беріледі? Одан кейін міне бізге фамусқа скин, жай ғана скин, пираттың фамус короче. Одан кейін мынандай өте күлкілі эмоция, қараңыздар. Позор. Біреуді өлтіргеннен кейін ес биліп эмоцияны көрсетсе, мә кәдімгідей өте керемет болатын еді. Мықты. Өте мықты. Сіздер бұл набор өте керемет. Және міне тағы да бір главный наборға келе жатыр. Өте қатты ұнады, уже шаңғылар кәдімгідей графикасы бәрі өзгеруде. Міне достар, қараңыздар, акула достар. Акула шаңғы өте топовый, мощный шаңғы. Мынандай шаңғылар енді аз. Мына шаңғыны алу керек достар. Бұл пропуск енді керемет сияқты, әсіресе осы шаңғы маған қатты ұнады. Одан кейін тағы да осындай фон, андай мұндай тағы да бір алмазын джекпотпен 7 күнге 100% алтын көтеріп беретін жетон. Міне одан кейін мынандай адам өлтіргенде шығатын лутбокс достар. Қазір көрсететін болады. Өте керемет негізі бұлай нелері. Ішіндегі нәрсе. Мынау да тағы да акула. Негізі бұл недегі главный жануар акула. Жақында неден кейін акула шықпасын, питомец болды. Қасында акула жүзушек аяғы бар. Жарайды. Одан кейін бізге 500 тиын мен 3 тамақ беріледі. Одан кейін тағы да міне. Тағы да турай сондай дизайндағы шаңғы, бірақ түсі басқасы және эффектісі тағы да өзгеше. Қызыл. Одан кейін енді бұл да жаңағындай, бірақ меніңше көк әдем секілді, көк әдем секілді. Мынау не достар? Мен осыны таппай қойдым. Маған комментарийді жазып қалдырыңыздаршы, білсеңіздер. 10 кристалдың бөліктері. Бұл не үшін керек, мен оны түсінбедім. Қалай сонда бұл? Осылай жинап магический куб шығарады ма? Қалай сонда? Достар, неде қалдырыңыздар. Одан кейін бір камень эволюция беріледі. Одан кейін осындай андай мұндай және әлі біз сумка көрмедік, міне
мына сумка тағы да акула. Акуланың тістері, пираттың бастары сондай. Иә, көк сумка әдемі көрінеді екен, өте топовый сумка. Енді топовыйды айта алмаймын. Дизайны сол, просто түс қоса салған. Одан кейін 4 жүрегімге көтеретін не іздеп жатыр? Бір нәрсе іздеп жатыр, білмеймін. Сумка іздеп жатыр ау сол. Действительно, сумка берілген жоқ, дұрыс достар. Топовый. Не бәле болды? Ниет пропуск болды, сумкасы жоқ. Сумка болу керек емес пе? Одан кейін мынандай керемет алтын қара түсті свитер. Артында пираттың және достар главный набор. Олдыка. Easy достар. Easy. Кәдімгідей бір әдемі істелген. Ұйқысынан біле маскасы топ екен достар. Маскасы топ екен. Және эффектілері де бар екен. Артындағы скелеттің суреті почти өзді скелет қой. Ішінде Хаята тұр, өйткені Хаятаның тұрысы өте керемет достар. Бір қолын көріп тұрғандарыңызда ілгешек біреуді іліп алады анау. Оны киіп алсаңыз жақсы, қолыңызға ілгешекті киіп алсаңыз өте керемет достар. Міне осындай әдемі пропуск шығатын болады. Анау адым ғой. Хаятаның тұрысымен адым екен достар. Маскасын қараңыздар достар, маскасы және мойында тұрған нені көріп тұрсыздар ма? Алқаны көк түсте жанып тұр. Қалғандары солай. Гарена неге бұлай денесінен шалбар кигенде ар жағында киім көрініп тұрады? Бұл не мазағын? Сондай нелерді кішігірім нелерді өзгертіп отыру керек негізінде. Минустарды. Бұны Гарена өздері ойнамай ма әлде? Көру керек қой. Иә, міне осындай әдемі киімдер мен шаңғылар және тағы да басқалары келесі елетіне пропускта берілетін болады достар. Және міне мынандай бұл халява ретінде берілетін болады достар. Қараңыздар, акуланың басын адам басына киіп алған. Өте күлкінішті. Білмеймін, күлкінішті ме әлде түрі онша емес болып көрінеді ме, бірақ маған ұнады достар. Өте керемет. Бұл жаңа елетіне пропусктан кіргенге бір 5 күн кірсең сондай да беретін болады достар. Осылай достар, менің бүгінгі видеом аяғына жетті. Видео ұнаса астына плюс комментарий жазып, каналға тіркеліп достарыңызға таратып жіберсеңіздер жақсы болатын еді достар. Өзіміздің қазақ бауырларымызды қолдайық. Free Fire ойнайтын достар, менде осындай видеолар көп шығатын болады. Сіздермен бірге болған қазір рөлдер. Сау!